Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Жақында оқу ағарту министрі Ғани Бектайұлының пресс-конференцияда ол кісіге сұрақ қойылды: орамалмен мектепке баруға рұқсат бересіздер ме деп. Ол кісі толыққанды жауап бермеді, бірақ дегенмен барлығы да конституция және заңнама шеңберінде болады деп жауап берді. Енді мен ата-ана ретінде және заңгер ретінде ол кісімен толыққанды келісемін. Біз осы еліміздің азаматтары, әсіресе лауазымды тұлғалар, мектеп үйімі басшылары қолданыстағы заңнама талаптарын толыққанды сақтауымыз керек. Енді заңнамада не айтылады? Біздің ата заңымыз ең жоғары күші бар, заң күші бар Конституцияның 1-ші бабында Қазақстан Республикасының ең асыл қазынасы адамдардың құқықтары мен бостандықтары деп көрсетілген. Одан бөлек 14-ші бабында діни көзқарасына, наным сеніміне байланысты және басқа кейбір кез келген жағдайларға байланысты ешкімді ешқандай кемсітушілікке жол берілмейді деген. Одан бөлек білім туралы заңының 47-ші бабында білім алушылар мен тәрбиеленушілердің өз сенімі мен пікірін еркін білдіруге, одан бөлек өзінің адами қадір қасиетін қорғалуын, құрметтелуін және сапалы білім алуына құқықтары бар деп көрсетілген. Одан бөлек балалардың құқықтарын қорғау туралы заңының 4-ші бабында діни наным сеніміне байланысты кез келген жағдайға байланысты қарамастан барлық балалар тең құқыққа ие деп көрсетілген. Яғни орамал таққанда, орамал тақпағанда барлығы да тең құқыққа ие. Ал енді 6-шы бабында осы заңның мемлекет өз тарапынан балалардың құқықтары мен мүдделерін қамтамасыз етуді және оларға кемсітушілікке жол бермеуді мақсат қояды. Ал енді бұның бәрі не деген сөз? Бұл дегеніміз қыз балалар бар, орамал тағуды шешкен, орамал тағуды қабылдаған қыз балалар бар, ата-аналар келе жатқан 1-ші қыркүйекте балаларыңызды мектепке апарудан қорықпаңыздар. Балалар мектепке бару керек, ол өздерінің конституциялық құқығы, міндеті. Біздің ата-аналардың тарапымыздан ол кісілер балаларымыздың құқықтарын қорғауымыз керек. Өзіңіз мен жоғарыда айтқандай, ешкімнің ешқандай кез келген себеппен баланы орамал тақты деп, оның ішінде мектептен шектеуге, білім алуға шектеуге, мектепке кіргізбеуге ешқандай хақы жоқ. Егер ондай жағдай болып жатқан болса, онда ондай фактіні видеоға түсіріңіздер, бірлесіп, осы сияқты ата-аналармен бірлесіп, құзырлы органдарға, сотқа беріңіздер. Ол үшін лауазымды тұлғаларға тиісті заңнамада, соның ішінде қылмыстық кодекстің 145-ші бабында қылмыстық жауапкершілік көзделген. Одан бөлек әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 409-ші бабының 3-ші, 4-ші, 6-ші тармақтарында жауапкершілік бар. Сондықтан өз балаларымыздың құқығын қорғайық, оларды кемсітушілікке жол бермейік. Аман болайық.